беретін ақпараттарыңыз мынандай. Месси және Мессидің командасы клубтық әлем чемпионатынан ұшты. Клубтық әлем чемпионаты қазір қыза түсті. Барселона Ламин Ямал үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Ал Реал Мадрид Винисиусты сатады ма, сатпайды ма, осы мәселе қазір талқылануда. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отырыңыздар. Қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі жаңалықтарымызды бастаймыз. Кеттік. Ван Нистелрой бапкер ретінде Лестердан қуылатын болады. Лестер өздерінің бапкерін ауыстыруға дайын. Енді Лестерді білесіздер, АПЛ-дан ұшып кетті, чемпионшипқа барды. 19 ойында түкке нәтиже көрсеткен жоқ. Ван Нистелрой енді оған сенім артып отырған жоқ. Оны орнынан босататын болады. Босатуға шешім қабылдады. Бір маусымда екі бапкерді бірақ қуған, оларға қаржылай жағынан қиындық тудырады. Сондықтан да келесі алдағы айдың бірінен бастап Ван Нистелройды босатады. Алдағы айдың бірінен бастап, мінеки ертеңнен бастап, жалпы жаңа маусымға өтеді. Ертеңнен бастап жаңа маусым басталады футболда. Сондықтан да көп футболдар трансфер жасамай жатқаны, бапкер ауыстырмай жатқаны, басқа мәселелердің бәрі жаңа маусымда жаңа құжаттармен бастағысы келеді. Ескі маусымда қаржылай қиындықтар тудырып алмас үшін. Сондықтан да ертеңнен бастап бізде трансферлерде қызады, бәрі қызады. Ертеңнен бастап Лестердің бапкері Ван Нистелрой да орнын босатады. Эмилиано Мартинес клуб ауыстыруға дайын деген ақпараттар шықты. Футбол инсайдердің хабарлауынша Эмилиано Мартинес Атлетико Мадридтің қатарына барып қосылғысы келеді. Енді Атлетико Мадридта Ян Облак деген өте мықты қақпашының бар екенін білеміз. Және де Ян Облактың келісім шарты да әлі аяқталған жоқ. Оған қарамастан Мусаны алды. Және де академиядан шыққан қақпашы бар. Осындай қақпашылар тұрған кезде Атлетико Мадридқа дәл қазір Эмилиано Мартинес керек деп айта алмаймыз. Эмилиано Мартинес қандай кезде керек? Ол Ян Облак командадан кеткен кезде, сатқан кезде керек. Жаңағы футбол инсайдердің айтуынша Эмилиано Мартинестің өзі Атлетико Мадридқа барып қосылғысы келеді. Испанияда ойнағысы келеді. Әйтпесе оған сосы АПЛ-да Манчестер Юнайтедтен де ұсыныс түскен болатын. Одан бас тартып, осы Испанияда Атлетико Мадридта ойнағысы келетінін айтты. Себебі ұлттық құрамадағы достарының бәрі Атлетико Мадридтің дұрыс екенін жеткізген екен. Және Астон Вилла оны сатуға да қарсы емес. Астон Виллада қаржылық жағдайларды реттеу керек. Қаржылық жағдайларды реттеу үшін қымбатырақ ойыншыларды сату керек. Ең қымбат ойыншылардың бірі осы Эмилиано Мартинес. Ал енді Ян Облакқа да қызығып жатқан клубтары бар. Ян Облакты сататын болса, Атлетико Мадрид осы жазда Сауд Арабиясы бар, АПЛ бар қызығып жатқан. Сататын болса, Эмилиано Мартинесті әлбетте алады. Ян Облак қазір Атлетико Мадридтағы ең қымбат жалақы алатын ойыншылардың бірі, 20 миллион евро алады. Қаржылық фейерплейді, қаржылық құжаттарды босату үшін осы Ян Облакты сатып жіберу осы Атлетико Мадридқа да тиімді. Осындай жағдайлар болып отыр Атлетико Мадрид пен Астон Вилланың арасында, қақпашылардың арасында. Эмилиано Мартинес келсе де жаман болмайды. Ян Облактың орнын жоқтатпайды деп ойлаймыз. Милан клубы да жақсы трансферлер жасағысы келеді. Милан клубы бапкерді ауыстырды, өздеріңіз білесіздер. Максимилиано Аллегри келген болатын. Максимилиано Аллегри енді өзінің қолында болған жақсы ойыншы Адриано Рабио деген ойыншы